Бұл Билайн Қазақстанның техникалық дирекциясының кеңсесі. Мұнда желіні мониторинг жасау орталығы орналасқан. Бұл бүкіл ел бойынша тәулік бойы ұялы байланыс желілерінің дұрыс жұмыс істеуін бақылайтын қызмет. Оның 8000-ға жуық сайты бар. Олар бір-бірімен трансмиссия арқылы байланысқан. Бұл 450 мыңға жуық техникалық элементтерді қамтитын инфрақұрылым. Олардың барлығы қалыпты жағдайда жұмыс істеуі маңызды. Өйткені абоненттердің байланыс сапасы осыған байланысты. Наша служба отслеживает множество. Біздің қызмет желі жұмысын бағалайтын көптеген көрсеткіштерді қадағалайды. Мысалы, бүкіл аймақтық тариф көлемі. Егер ол әдеттегі көрсеткіштен төмен болса, бұл бірдеңе дұрыс емес екенін білдіреді және біз тексеруді бастаймыз. Күн сайын сервис арқылы миллиондаған қызметтер өтеді. Мәселен, дауыстық қоңыраулар, интернет сеанстары. Бір базалық станциядан екіншісіне ауыстырусында. Көптеген ақаулар абонент ештеңе байқамай тұрып қалпына келеді. Қызмет көрсетуге әсер ететін жағдайлар жалпы көрсеткіштің 0,1%-нан да төмен. Наша служба узнает о неполадках в режиме. Біз проблема туралы нақты уақыт режимінде, яғни ол орын алған бойда білеміз. Біздің жүйе байланыс ақауларын іздейтін әріптестерге және тиісті аймақтағы инженерге хабарлайды. НОК-тың бір ауысымында 10 маман жұмыс істейді. Мониторинг пен инциденттерді басқарудан басқа инженерлер жоспарлы жұмыстарында атқарады. Олардың саны күніне 100-ге жуық. Кейде оқиғаның себептерін түсіну оңай емес. Оған әсер ететін көптеген факторлар бар. Өкінішке орай олардың кейбіреулері бізге тәуелді емес. Оператор тарапынан да, басқа ұйымдар тарапынан да бағдарламалық қамтамасыз ету мәселелерінен басқа байланыстарға мыналар әсер етуі мүмкін. Электр қуатының үзілуі, құрылыс жұмыстары, металл іздеушілер, бұзақылар және тіпті егеуқұйрықтар салдарынан жабдықтың физикалық зақымдануы, бөгеуіштер мен репетерлер, ауа райы, кибершабуылдар. Наша главная задача – обеспечивать бесперебойную работу связи. Біздің басты міндетіміз үздіксіз байланысты қамтамасыз ету. Сондықтан біз ұялы желінің ең маңызды элементтерін сақтаймыз. Егер бір кабель үзілсе, біз деректер ағынын басқаша бағытпен жібере аламыз. Электр қуатының өшуі жұмысқа әсер етпеуі үшін маңызды базалық станцияларға дизельді генераторларды орнатамыз. Біз үшін сіздің отбасыңызбен және достарыңызбен үнемі байланыста болғаныңыз маңызды.